Сәлем, бүгін мен сіздерге өзім жылда жасап жүрген компотты көрсетемін. Ол үшін маған груша мен қара өрік керек. Ең алдымен банканы осылай стерильдеп аламын. Енді оның ішіне алмұртты турап саламын. Алмұрттың ортасын салмаймын және банкіге қатты толтырмай, орта белден ғана саламын. Енді қара өріктерімді саламын. Осылайша 3 банкіні толтырып аламын. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямын. Қайнап тұрған суды қатты толтырмай, орта белден ғана құйып, бетін қақпақпен жауып қоямын. Міне осылайша қойып қоямын. Ұзаққа қоймаймын, тек 1 минут қана ұстаймын. Енді бөлек ыдыс алып, соған компоттың ішіндегі суын төгіп тастаймын. Міне енді сол компоттың ішіне қантымызды саламын. Қант бұл жерде өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Қантты салып болдым. Енді осы банкілердің ішіне қайнап тұрған ыстық суды құямын. Мен бұл жерде қақпақты бір қайнатып қойғанмын. Банкіге қайнаған суды құйып болғаннан кейін қақпағын жауып қоямыз. Енді банкімді жабуға кірісемін. Ол үшін ең алдымен өйстіп астына майрақ төсеп аламын. Банкім жылжып кетпеу үшін енді банкімді жабамын. Банкіміз дайын. Енді осыны сүлгі орамалмен орап айналдырамын. Түбінде қант толық еруі керек. Міне осылай түбінде бәрі толық ериді. Компотымыз дайын. Енді осыны жылы сүлгімен орап, бір түнге қойып қоямын. Міне біздің компоттарымыз дайын. Қыста ашып іше бергеніңізге болады. Дәмі енді ерекше болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Ардақ. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.